Эфирдің бастарнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман, армысыздар. Нұрлы жол инфрақұрылымын қаржыландыруға бөлінетін қаражат биыл 807,5 миллиард теңге мөлшерінде айқындалды. Бүгін 2016-2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының таныстырылымында Қазақстан Республикасының қаржы министрі Бақыт Сұлтанов осылай мәлім етті. Тілшіміз Зайнұр Байжігіттің материалы. Қазақстанның басты қаржылық құжаты қайта жазылады. Еліміздің бюджеті бұға дейін 3 рет түзетілген болатын. Бұл жолы өзгерту енгізуге көрші жатқан Қытай мен Ресей экономикасының әлсіреуі, мұнай нарқының күн сайын құлдырап бара жатқаны себеп болып отыр. Сенатқа жаңа бюджетті таныстыруға келген ұлттық экономика мен қаржы министрлері осылай деді. Қазынадағы ақшаны қайта есепке салған ведомство басшылары 3 жылға жоспарланған бюджеттің кіріс шығысын доллардың жаңа курсымен, яғни 360 теңгемен есептеп шыққан. Еліміздің басты қаржылық құжаты мұнай баррелі $40 болып тұрғанда есептеліпті. Енді ол $30 қайта саналмақ. Десе де үкімет инфляцияны қатаң қадағалауға алмақ. Ұлттық экономика министрі биыл оның көлемі 6-8% деңгейінде болады деп сендірді. Бұл деген тауарлар мен қызмет түрлерінің бағасы қатты қымбаттамайды деген сөз. 2016 жылы өнеркәсіп 2%-ға төмендейді. 2016 жылы мұнай өндіру көлемі 74 миллион тоннадан құрайды. Бұдан бұрын нақтыланған көрсеткіштен 3 миллион тоннаға төмен. Ұлттық банктың болжамы бойынша 2016 жылы инфляция бұрын бекітілген дәлізге сәйкес 6-8% деңгейінде болады. Ал қаржы министрі Бақыт Сұлтанов сенаторларға қазына қаржысы қайда және қалай жұмсалатынын жіпке тізіп айтып берді. Ақшаның басым бөлігі әлеуметтік төлемдерді төлеуге, халықты тұрғын үймен қамтуға, ауыл шаруашылығын дамытуға жұмсалмақшы екен. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің шығындары шеңберіндегі әлеуметтік салаға арналған шығыстар бекітілген жоспардан 124,5 миллиард теңгеге ұлғая отырып 2 триллион 998 миллиард теңгені құрайды. Білім және ғылым саласында нақтыланған бюджет жобасында бекітілген жоспардан 55 миллиард теңгеге ұлғая отырып 454 миллиард сомасында қаражат көзделген. Жалпы биылға жоспарланған бюджет шығыны 8 триллион теңгеден астам. Бұл осыға дейін бекітілген көрсеткіштен 600 миллиард теңгеге артық екен. Егер сенаторлар еліміздің басты қаржылық құжатын қабылдаса, доллар бағамы 360 теңгемен есептелген бюджет Ақордаға жолданады. Зайнұр Байжігіт, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар. Кешелі бері Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрме өтіп жатқан айтылды. Бүгін кешенді шараның қазіргі жай-күйі талқыланды. Құрылыс барысы, мәдени бағдарлама мен ғимараттар сәулеті сипатталды. Ұйымдастырушылар коммуникация мен көрмені жарнамалау жөніндегі жобаны таныстырды. Сондай-ақ тағы 10 мемлекет Экспо 2017 көрмесіне қатысатынын растап, халықаралық қатысушылардың жиналысы аясында ұжымдық шартқа қол қойды. Атап айтсақ, Боливия, Бенин, Комор аралдарының одағы Конго, Венгрия, Монако, Пәкістан, Тонга әмірліктері, Вануату, Вьетнам елдері. Тағы бір халықаралық ұйым Экспо 2017 көрмесіне қатысатынын растап, тиісті шартқа қол қойды. Осылайша дәл қазіргі сәтте 75 ел мен 14 халықаралық ұйым Экспо 2017 көрмесіне қатысатынын растап отыр. Қазіргі уақытта біз 30 елдің туристік компанияларымен келісімге отырдық. Олардың ішінде Қытай, Үндістан, Жапония да бар. Осының арқасында еліміз бойынша түрлі экотурлар ұйымдастырылады. Сондай-ақ көрме кезінде көрермендер үшін Дюсалей циркі өнер көрсетуі мүмкін. Қазір біз олармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Отандық медицина енді ауруды емдеуге емес, оның алдын алуға бағытталады. Осы орайда биылдан бастап елімізде қоғамдық денсаулық сақтау қызметі құрылады. Жаңа құрылым жұртшылыққа кеселдің кез келген түріне қатысты жан-жақты ақпарат беріп, тән саулығы мен жан саулығын қалай сақтауға болатынын нақтылап түсіндіреді. Осы және өзге де жаңашылдықтар 2016-2019 денсаулық бағдарламасында көрініс тапқан. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Елжан Біртановтың айтуынша, ел медицинасын ең озық талаптар негізінде дамытуды көздейтін жаңа бағдарламада Қазақстан халқының денсаулығын ерте жастан бастап сақтауға мән берілген. Солардың бірі мектептердегі медициналық бөлімдерді денсаулық сақтау жүйесіне өткізу бастамасы. Бекітілген бағдарламаның ішінде біз осындай шешімге келіп отырық. Бүкіл мектептердегі арналасқан медициналық пункттар біздің денсаулық сақтау
жүйесіне ауыстырылады. Келесі жылдан бастап бүкіл мектептердегі біздің әріптестеріміз ол біздің алғашқы медициналық көмектік медициналық ұйымдарға соның ішіне кіреді. Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының 50 жылдық мерейтойына арналған шара өтті. Бас ассамблеяның арнайы бас қосуына 80-нен астап мемлекет басшылары мен министрлер қатысты. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары әрі даму бағдарламасының әкімшісі Хелен Кларк сөз сөйлеп, өткен жол жеткен жетістіктер жайында толғанды. Ертеңгі істер төңірегінде де ой айтты. Қазақ елінің делегациясын бастап барған экономикалық интеграция істері жөніндегі министр Жанар Айтжанова да өз пікірін білдіріп, соңғы 17 жылда біздің елде атқарылған іс-шараларға тоқтады. Ұйым жанындағы халықаралық құрылымның негізі 1966 жылы қаланған. Қазіргі таңда оның құрамына 166 мемлекет кіреді. Бұл тізімде Қазақстанда бар. Даму бағдарламасының Астанада өкілдігі жұмыс істейді. Сирия оппозициясы мен күрдтердің халық жасағы уақытша бітімге келді. Енді 2 апта бойы оқ атылмауы тиіс. Бұл туралы Аль-Арабия хабарлады. Уағдаластық аясында қалалардың қоршауы алынып, тұтқындар босатылады деп күтілуде. Ал зардап шеккен аймақтарға әлеуметтік көмек кедергісіз жететін болады. Айта кетейік, Біріккен ұлттар ұйымы Сирияның Дейр-эз-Зор қаласына әлеуметтік көмегінің алғашқы партиясын жеткізді. 20 тоннаға тең жүк әуеден тасталды. 13 сәуірде Сирияда парламент сайлауы өтуі тиіс. Жергілікті жетекші оппозициялық партияның саяси додаға түспейтіні мәлім болды. Партия көшбасшысының айтуынша сайлау өткізетін кез әлі келмеген. Бразилия билігі денге дертімен күресу үшін $75 миллион қаражат бөлді. Ақша індетке қарсы вакцина дайындауға жұмсалмақ. Елдің денсаулық сақтау министрлігі Сан-Паулудағы Бутантан институтымен келісімшартқа отырды. Құжатқа сай мамандар денге ауруына қарсы екпені 2018 жылы қолданысқа енгізуі тиіс. Ел президенті Дильма Русефтің айтуынша қажетті екпеге қол жеткізу үшін сынақтың 3-ші кезегін жүзеге асыру керек. Бұл үшін Бразилияның 13 қаласынан 17 мың ерікті тартылатын болады. Сынақ 1 жыл бойы жүргізілмек. Сондай-ақ елдің денсаулық сақтау министрлігі Зика дертімен күресу мақсатында мамандандырылған америкалық орталықпен келісім жасасты. Мемлекет бұл қадамға баруына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Зика індетіне қатысты жасаған болжам әсер еткен. Вирустың таралуына тосқауыл қою үшін әскер де тартылды. 200 мың сарбаз тұрғын үйлерді залалсыздандыру шараларына жұмылдырылған. Айта кетейік, елде осы жылдың басынан аталмыш ауруға шалдыққандар саны 73.872 адамға жетіп отыр. Денгемен қатар Зика дертімен де күресу маңызды. Қос індетке қарсы екпеге қол жеткізу керекпіз. Осы жұмыстар нәтижелі болса, елімізде балалардың аса ауыр дертке шалдықпай, дені сау болып дүниеге келуіне жағдай жасаймыз. Бұдан былай құрылыстың сапасына тапсырыс беруші жауап беретін болады. Батыс Қазақстан облысында жаңадан салынған нысандарды пайдалануға беру ережесіне осындай өзгерістер енгізілді. Өткен жылы Ақжайық өңірінде құрылыс нысандарын салуға 14,5 миллиард теңге бөлініп игерілген. Айта кету керек, соның 6 миллиард теңгеден астамы тұрғын үй құрылысына жұмсалды. Биыл Орал қаласында 3 көп қабатты тұрғын үй тапсырылады. Бұл мақсатқа 772 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Ал әлеуметтік нысандарға келер болсақ, биылғы жылы жаңа мектептер мен балабақшалардың, ауруханалардың құрылысы жүргізілмейді. Тек салынып жатқан нысандарды аяқтау көзделген. Жыл сайын құрылыс саласында қазақстандық үлес артып келеді. Бүгінде ол 70%-ға жетті. Отандық өндірісті қолдауға жобалау жұмыстары басталған сәттен ақ басымдық береміз. Тұрғын үй құрылысына келер болсақ, биыл Оралда 500-ге жуық отбасы баспаналы болады дейді мамандар. Биыл ғана жоспар бойынша 4 үй тапсыруымыз керек дедік, 180 пәтерлік тапсыру өтті. Алдағы уақытта жоспарда 14-ші, 13-ші дақты тапсырамыз. Жастарға арналған үйді және де жилстройсбюро салымшыларына, тұрғын үй құрылыс жинақтау банкінің салымшыларына 144 пәтерлі былтыр басталған үй тапсыруға жоспарлап отыр. Ал Көкшетауда көп қабатты тұрғын үйлерге газ тарататын қондырғылар қалыпқа келтірілуде. 20 жылдан астам уақыт қолданылмаған қондырғыларды жөндеу жұмыстары осыдан 2 жыл бұрын қолға алыныпты. Ал қалада бас аяғы 230 газ тарату қондырғысы бар екен. Олардың 86-сы коммуналдық меншікте болса,
қалғандары жеке газ шаруашылықтарының иелігінде. Жалпы облыс орталығында қазір 800-ге жуық көп қабатты тұрғын үй бар. Бүгінге дейін олардың жартысынан астамына газ кірген. Қондырғыларды қалыпқа келтіру жұмыстары одан әрі жалғаса бермек. Ал тұрғындар болса, орталықтандырылған газ жүйесінің өте тиімді әрі қауіпсіз екенін айтады. Газдың келгені өте жақсы, қауіпсіз, опасность бәрі өтті енді. Ертеде баллон, электроплита, солармен пользоваться еттік. Ыңғайлы, өте ыңғайлы, рахмат дейміз. Біздің компанияның балансында 105 газораспределительный установка бар, соның 36-сы қазір жұмыс істеп жатыр. Осы 2016 жылдың аяғына дейін біз тағы 55-ке дейін олар жеткіземіз. 2017 жылдың аяғына таман біз 100% өзіміздің балансымызда тұрған газораспределительный установканы іске жүргіземіз. Сонда бізде бір 15.800 пәтер қосылады. Ақтөбедегі ұн комбинаты жанынан жаңадан макарон фабрикасы ашылды. Мекеменің жаңа сұрыпты ұны осыдан 2 жыл бұрын экспортқа шыға бастаған. Келешекте макарон өнімдерін Қытай мен Иран елдерінің нарығына саудалауды жоспарлау бар. 250 адамды тұрақты жұмыспен қамтыған комбинаттың дағдарысқа қарсы жасап отырған қадам айқын. Жаңа өнім түрлерін шығарып, шетел нарығын бағындыруда. Мәселен, мына бір автоматтандырылған Италия қондырғысы макаронның 30-ға тарта түрін шығарады. Мұнда 4 ауысымда 38 адам еңбек етеді, өнімге сұраныс көп. Онда өзіміздің дерменнен аламыз, сапалы ұн, соның арқасында енді сапалы макарон өнімдерін шығарып жатырмыз. Қазақстанның нарығына кіріп, Афганистанға жіберіп жатырмыз. Кәсіпорын қазір тәулігіне 8000 тонна ұн дайындайды. Оның 70%-ын ішкі нарықтың сұранысын көтеруге жұмсаса, қалғаны ТМД мен Таяу шығыс елдері және Кавказға экспортталады. Енді Қытай мен Иран нарығына шықсақ деген ойымыз бар дейді комбинат жетекшісі. Открывается для нас и иранский рынок. Өткен жылы Иранмен қарым-қатынасты күшейтуде жаңа теміржол желісі іске қосылды. Енді экономикалық байланыстарды нығайтуға, сауда-саттыққа жол ашылады. Біз сырттағы нарықтағы тұтынушылардың талғамын зерделеп, өз өнімдерімізді ұсына аламыз деп ойлаймын. Бұл тауардың сапасы әлемдік стандартқа сәйкес келеді. Қазақстан өнімі болғандықтан қаладағы ірі супермаркеттерде бардың кең көлемде орын алуы әрине біз үшін міндетті. Бұл жөнінде біз күнбе-күн жұмыс жасаймыз. Комбинат биыл бірнеше жаңа өнім түрін шығарады. Жуырда таңғы ас әзірлейтін құрғақ дайын жармаларды тұтынушыларға ұсынамыз деп отыр. Әрі қызанақ пен қияр өсіретін жаңа жылыжай кешенінде салмақ. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, Хабар, Ақтөбе. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. 16:00-де қайта жүздескенше.